Пандемия аяқталған жоқ, бірақ биыл мекемелердің көпшілігі ұжым болып жаңа жылды тойлаудан бастап кетті. Мұның мейрамхана иелері растады. Тапсырыстардың көптігінен демалыс орындарының кестесі толған. Хош, мерекені тойлауға ешкім қарсы емес, бірақ қоғамдық орында індет жұқтырып алмаудың қандай жолдары бар? Тілшіміз Әсел Дүкенбаева сауалға жауап іздеп көрді. Санитарлық дәрігерлер мерекелік бас қосуда мүлде бас тартуға кеңес береді, бірақ бұған құлақ асып жатқандар шамалы. Шақырса барам. Қорқа қоймаймын, мен күнде автобуспен қатынаймын. Автобус всегда полный. Енді Құдай сақтап, пока еще ауырған жоқпын мен. Барамыз, шамалы адам болады. Где-то бір 30 шақты адамдар солай жиналды. Я не знаю, маска уже, наверное, все. Байқағанымыздай көпшілік ұжымдық мерекеден қалғысы келмейді. Айтуларынша індетке қарсы екпе бар. Әрі сол ұжыммен күнде кездесетіндіктен қорқыныш жоқ. Дегенмен Нұр-Сұлтан қаласы кешелі бері сары аймақта тұр. Бұл ең алдымен мейрамхана қожайындарын алаңдатып отыр. Бірақ бұқара мерекеде демалыс орындары жабық болса да топтасатынына сенімді. Менің ойымша, ол карантин бар болсын, жоқ болсын, ол адамдар мейрам болған кезде в любом случае шығады дейді ғой. Ол біз мысалға жаңа ресторандарды жауып тастасақ та, олар басқа жерде де талпа болып, яғни басқа жерде де кездестіре аламыз. Қорқыныш әрине бар, бірақ біз карантиннің шараларын сақтауға тырысып жатырмыз. Иммунолог әкім Тұрсынның пайымынша, ұжымдағы шағын топтардың бас қосуы аса қорқыныш әкелмейді, бірақ ол жерде бір емес бірнеше шағын топ болатында ескеруге шақырды. Корпоратив жасалған кезде күнде жұмыста жүрсіз, ол бір жерде. Бірақ өзіңіз білсеңіз, корпоратив болатын жерлердің барлығында ол адамдар ғана болмайды ғой. Бірнеше үлкен зал болады, бірнеше ұжым болады оның ішінде. Сіздің ұжымыңыз бар. Егерде толыққанды жауып, соны ұжымға сол жерге барам десеңіз, ол бөлек әңгіме. Қалай болғанда да бір нәрсені есте ұстаған жөн. Әр адам өз денсаулығына өзі ғана жауапты. Тіпті отбасының мүшелерінде індеттен қорқау бірінші кезекте сізге жүктелген. Сақтансаң сақтаймын дегенде есте сақтаған дұрыс. Барған жерде бетперде киіп, арақашықтық сақтап, антисептикпен жиі қолыңызды жууды ұмытпаңыз. Әсел Дүкенбаева, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.